Саламатсыздар ма, құрметті түлектер. Сіздерге математикадан өзекті мәселелерді көрсетіп шығуды жөн көрдік. Бірінші мәселе формулаларды қайталап шығу керек. Бірақ та жай ғана қарап шықпайсыздар. Ол үшін арнайы дәптер алсаңыздар дұрыс болар еді. Және де мысалы формула жазасыздар. Пифагор теоремасы c квадрат тең болады a квадрат плюс b квадрат. Және де қасына кішігірім мысал келтіресіздер. Катеттері 3 пен 4-ке тең болса, Пифагор теоремасы бойынша гипотенуза 5-ке тең болады. Екінші мәселе. Есепті мұқият оқып шығу керек. Мысалы, берілген теңдеудің түбірінің квадратын табыңыз. Есепті шығару барысында оның түбірі 4-ке тең екенін біліп аламыз. Алайда 4-ті белгілеуді асықпаңыздар. Өткен есептің шарты бойынша теңдеудің түбірінің квадратын табу керек. 4-тің квадраты 16. Үшінші мәселе. Теңдеулер мен теңестерде анықталу болысымен мәндер жиынын ескеру. Мысалы, түбір артында x кіші 2-ден теңестігін шығарып көрейік. Түбірден құтылу үшін 2 жағын квадраттау керек. X кіші 4-тен, бірақ та жоқ дәрежелі түбірдің анықталу облысы теріс емес сандар болғасын, шешімі 0-ден 4-ке дейін болады. Төртінші мәселе, геометрияға байланысты есептер шығарған кезде суретін дұрыстап салу керек. Мысалы, ABCD, A1, B1, C1, D1 параллелепипедінің AB қыры мен C1 қырының ортасы арқылы өтетін қиманың ауданын табыңыз. Қателесіп, A, B, C нүктелерін қосып, үшбұрышының ауданын тауып қоймаңыздар. Себебі, егер қима C1-дің ортасы арқылы өтсе, демек ол D1-дің ортасы арқылы да өтеді. Нәтижесінде A, B, M, N тік төртбұрышы шығады. Және де соңғы ең маңызды нәрсе, егер ұпытыда қандай да бір күрделі есеп шықпай қалса, уайымдамаңыздар. Өйткені көптеген есептерді шығармай дұрыс жауабын табуға болады. Мысалы, бірінші есеп түбір артында x плюс 15 алынған түбір артында x минус 6 кіші неместен түбір артынан 2x плюс 11. Теңістігі күрделі есеп. Бірақ та оны шығармай дұрыс жауабын табуға болады. Мысалы, екінші түбірді қарасаңыздар, түбір артында x минус 6. Оның анықталу облысы x үлкен неместен 6-дан. Жауаптарын қарап шықсаңыздар, 6-дан үлкен сандар тек қана b жауабында. Демек, дұрыс жауабы b. Келесі есепті қарастырайық. Теңістіктің шешімін табыңыз. Түбір артында 8x минус 1 алынған түбір артында 7 минус x үлкен неместен түбір артында 7x плюс 6-дан. Бірінші түбірдің анықталу облысын қарастырайық. Анықталу облысы бойынша x-іміз үлкен неместен болу керек 1 бөлінген 8-ден. Жауаптарын қарастырсақ, c мен d жауаптары теріс сандарды қамтығасын, оларды алып тастаймыз. Екінші түбірді қарастырайық. Түбір артында 7 минус x. Ол түбірдің анықталу облысы x кіші неместен 7-ден. Жауаптар арасынан плюс аралығындағы b жауаптарын алып тастаймыз. Сонда қалатын екі жауап a жауабы 8-ден 1-ден 7-ге дейін және e жауабы 7. A аралығынан 8-ден 1-ден 7-ге дейін қандай да бір санды алайық. Мысалы, 1 деген санды теңістіктің орнына қояйық. X-тің орнына. Нәтижесінде түбір артында 7 минус түбір артында 6 үлкен неместен түбір артында 16-тан. Теңсіздік бұрыс болғасын, дұрыс жауабы Е. 7. Келесі есеп. Берілген теңсіздіктің шешімін табыңыз. Логарифмдік функцияның анықталу облысы оң сандар. Демек, жауаптар арасынан С және Б жауаптарын алып тастауға болады. А жауабына тиісті қандай да бір санды алайық. Мысалы, бір сан алып, x-ті орнына қойсақ, теңсіздік бұрыс болады. Демек, А жауабы дұрыс емес. Д мен Е жауаптары қалды. Арасынан дұрыс жауап таңдау үшін Д жауабына тиісті қандай да бір санды алайық. Мысалы, шеткі нүкте 8 алайық. 8-ді орнына апарып қойсақ, 3 үлкен неместен 3-тен теңсіздігі орындалып тұр. Демек, дұрыс жауабы Д. ұпытыда қиындық туғызатын келесі есептердің түрі үлкен өрнектерді ықшамдаңыз. Мысалы, берілген өрнекті ықшамдаңыз. Осы өрнектің шешімін тез табу үшін айнымалының орнына, мысалы біздің есепте А-ның орнына анықталу облысына тиісті қандай да бір санды қойып көруге болады. Мысалы, осы есепте А-ның орнына 0 деген санды қойып көруге болады. 0-ды қойып көрсек, бірінші бөлшек бізде 3 бөлінген 14-ке тең болады. Екінші бөлшек плюс 11 бөлінген 14-ке. Екеуінің қосындысы 14-тен 14, яғни 1. Жауаптарын көреміз. Жауаптардың арасында 1-ге тең болатын жауап Д жауабы. Келесі мысал тригонометрияға байланысты. Берілген өрнектің мәнін табыңыз. Косинус 12, 24 және 48 градустың көбейтіндісі
оң сан екенін білеміз. Себебі 0-ден 90-ға дейінгі біріншіліктегі бүкіл функциялардың қабылдайтын мәндері оң тригонометриялық. Ал соңғы өрнек косинус 96 екінші шекке тиісті. Ал косинус екінші шекте теріс сан болғасын 3 оң және 1 теріс санның көбейтіндісі теріс сан болады. Демек дұрыс жауабы теріс сан, жалғыз теріс жауап Е жауабы. Келесі мысал тригонометриялық теңістік. Теңістікті шешіңіз. Берілген теңістіктің шешімін тез табу үшін периодтарды дұрыс білу керек. Таңестің периоды негізінен пика. Алайда x-тің алдында тұрған 3 деген коэффициентке бөлген кезде периоды пика бөлінген 3-ке тең болу керек. Берілген жауаптың ішінде периоды пика бөлінген 3-ке тең болатын тек қана b мен d жауаптары. Алайда теңістік қатаң емес болғасын, жақшалардың біреуі тік болу керек. Демек, дұрыс жауап b. Құрметті түлектер, айтылған кеңестер сізге пайдалы болады деген үмітпен Достық білім беру орталығы.